Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді және де ыстықтай тез желініп кететін пиязнанның рецебімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы суымызды құйып, оның үстінен 1 шай қасық тұз және де 1 шай қасық ашытқымызды қосып, жақсылап араластырамыз және де бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут уақыт өткеннен кейін ашытқымызды таза ыдысымызға құйып, оның үстінен 3 ас қасық қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Және де алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр иеміз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп қосуымыз керек, сонда біздің пиязнанымыз биік болып шығатын болады. Және де 3 ас қасық сұйық майды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды мүлде ашытудың қажеті жоқ. Илеп болғаннан кейін бетін пакетпен жауып, шамамен 10-15 минутқа қалдырып қоямыз. Одан кейін пиязнанның салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына менде 2 пияз және де көк пияздан да кішкене қостым. 2 дана пиязымызды ұсақтап, жіңішке етіп турайтын боламыз. Көк пиязымызды да дәл солай турайтын боламыз. Қалауыңызша укроп қосаңыздар болады. Пиязымызды турап болғаннан кейін ыдысымызға саламыз және де дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосамыз. Барлығын қосып болғаннан кейін қасықпен жақсылап араластырамыз. Немесе қолыңыздың көмегімен қатты мыжып араластырсаңыздар болады. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды алып, астына осылай ұн сеуіп қойсаңыздар болады. Қолдарыңызға жабысып жатса, қамырымызды 2 бөлікке бөлетін боламыз. 2 бөлікке бөлгеннен соң осылай домалақтап жаюға ыңғайлы етіп дайындап қоямыз. Қамырымыз жұп-жұмсақ болғандықтан ұнның көмегімен, яғни ұнды пайдалана отырып, жұқа етіп жаятын боламыз. Нанымызды қаншалықты жұқа етіп жаятын болсақ, соншалықты пиязнанымыз қатпарлы болып шығады. Міне менің қамырым дайын болды, жұп-жұқа етіп жайып қойдым. Енді оның үстіне алдын ала ерітілген сары майды барлық жеріне жағып шығамыз. Сары майды жағып шыққаннан кейін салмасын саламыз. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз және де дәл видеодағыдай етіп орап шығамыз. Егерде қамырымызды 2 бөлікке бөлмесек, біздің пиязнанымыз қалың болып шығады, сондықтан да міндетті түрде 2-ге бөліп жасаңыздар. 2 қамырымызды да орап дайындап қойдық. Енді оны дәл видеодағыдай етіп противеньге орналастыратын боламыз. Осы кезде пешімізді алдын ала 220 градусқа қыздырып қоюымыз қажет. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз, сонда біздің пиязнанымыз әдемі болып шығатын болады. 220 градуста 30-35 минут аралығында пісіп шығады. Осымен біздің өте дәмді ыстықтай желініп кететін пиязнанымыз дайын болды. Сіздерге де міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.